Міне тоқшек, қойдың тоқшегі, мына қандай тамаша. Қуырып жатырмыз. Қазанға қуырып жатырмыз. Мінекей қандай тамаша міне. Қойдың тоқшегі. Мінекей қандай тамаша. Осылай істеп жесек қандай тамаша. Қазақтың тағамдарының қандай қайсы болса да керемет дейді. Тура сосиска сияқты болды. Енді міне түсіріп аламыз. Міне шегіміз пісті. Қуырылды, әуелі суға не қылдық, пісірдік. Содан кейін қуырдық. Мінекей, мына қойдың тоқшегі. Бұнда мінекей алып, кесіп, мынандай бір 30 сантиметрдей кесіп алдық. Енді қазір әдемілеп жуып, бұнда әдемі қуырып, әдемі бір тағам істейміз. Бұл қойдың шегі, қойдың тоқшегі мінекей. Ішінің майы бәрі мінекей майымен тұр. Қазір айналдырып, жуып айналдырамыз. Без нелерін бәрін алдық. Тағы да кезексе аламыз. Без жоқ. Әдемілеп жуамыз қазір. Судағы жүрсі. Әдемілеп жуамыз, сосын айналдырамыз. Айналдыру деген мына шекті бұдай жуатты, сосын мынаның ішінде айналдырады. Ар жағын шығарады. Мына майдың бәрі сосын ішіне кетеді. Ішінде тұрады май. Не бұлай. Қолмен дайналдыр ғой, мына света былай қойынмен дайналдыр ғой. Мына жақты шуылған. Көрсет. Мұны жағы шығады. Бұны неменде, қолмен де жай айналдыра салу ғой. Екінші жағын айналдырады. Сонда әппақ мінекей май болып, бұл әдемі шыға келеді. Мінекей қойдың тоқшегі, мінекей ішінің майының бәрі ішінде айналдырдық, әдемілеп жудық. Енді бұны да жуып алып, мынандай кішкентай кесіп алдық. Сосын бұнғанда мұз салып қоямыз. Мұзбенен бүкіл иісік нелерінің бәрі кетеді. Тоқшек, қойдың тоқшектері мінекей, әппақ мінекей әдемі. Қандай тамаша, іші толған май мінекей. Қайта айналдырылмай, майын, көбісінің майын алып тастадық мінекей. Майы мінекей әппақ. Мұнан түгіл саламыз, сосын үстіне мұз салып қоямыз. Иісі кетеді. Ал мінекей мұз саламыз енді. Осының үстіне мұз салып қоямыз түгіл. Мұз мына шектердің иісін кетіреді түгіл. Иісін мына мұз алып кетеді. Түгіл мұзға бір 4 сағатқа мұзға салып қоямыз. Мұздың ішіне тұрады. Мінекей тамаша болыпты. Міне мынау қойдың тоқшегі мұзға салып қойдық мінекей. Мұзы жатыр ішінде, мұзды қара мінекей. Мұзға салып қойдық 4-5 сағатқа. Міне мұзы прям жатыр мұзыменен. Енді бұны мынаған салып алып жуамыз. Жуып, мынаның бәрін әдемілеп жуып салып аламыз. Сосын бұған алма қосамыз, киви қосамыз. Міне, әппақ жуып алдық. Әппақ болды. Енді бұған алма мен киви саламыз. Міне, алмасын турап алдық. Енді киви қосамыз ішіне. Сосын оны бәрін өткіземіз. Киви мен алманы, шекті, етті жұмсартады, сол үшін салады. Жұмсарту үшін. Бұны енді холодильникке 2 сағатқа қоямыз. 2 сағатта алып пісіреміз. Міне қойдың шегі, манағы неде алмада тұрған,
алма кивиді. Міне 2 сағаттай холодильникте тұрды. Жуып аламыз, әдемілеп тұр, қазір Света жуады. Сосын бұны кәдімгі қуырамыз. Ал мінекей жуып алдық. Жаңа қойдың шегін түгел жуып алдық. Маринад бәріне салып, енді жуып, тазартып мінекей. Енді бұны ұсақ-ұсақ, шамал-шамал қылып турап қуырамыз. Сосын оған картоп қосамыз. Артынан. А можно было дольками? И ортадан. Міне қазанымыз ысып жатыр. Міне майын құямыз. Мына кішкене сұйық майдан құяйық. Сосын мына кешегі қортып алған тоң майымыз мінекей. Салайық. Тағы бір бөліп үлкен мінекей тоқ шегіміз. Тоқ шек пісіріп жатырмыз. Тоқ болайық, заманымыз тоқ болсын, тоқшылық болсын, молшылық болсын. Жылдан жылға аман сау, осылай аман сау бола берейік. Мынаңыз қандай тамаша, керемет мінекей. Қуырып жатырмыз. Қазанға қуырып жатырмыз. Мінекей қандай тамаша мына. Майын қарасайшы, ойбай май десеңіз. Қазір картоп салғысы майы не қылады? Майы масқара. Светаның айтқан майы керемет деген осы. Осы тоқ шөкте тоқ болайық. Бәрімізде тоқ болайық. Қандай тамаша тоқ шөк. Аш майын. Қойдың тоқ шөгі. Қандай тамаша. Осылай істеп жесек қандай тамаша. Қазақтың тағамдарының қандай қайсы болса да керемет. Тура сосиски сияқты болды. Бұны әбден қуырамыз. Әуелі мұны қайнап жатыр қазір. Мұны суы несі бәрі кетіп қайнап жатыр. Содан кейін қуырылады. Несі кішкене суы бәрі кетіп піссін. Сосын бұл майменен қуырылады. Қақпағын жауып қояйық. Тоқ шегіміз қуырылып жатыр. Міне картоптың турап қойдық. Сарымсағын турадық мінекей. Мына сельдерейі қосамыз, дәм болсын, не қылсын деп. Балалар жейм екен деп салып жатырмыз. Мына картопын саламыз, сарымсақ саламыз, пияз тураймыз. Дұс саламыз мынаның ішіне. Сосын специялар саламыз. Кориандр. Қара бұрыш саламыз. Қайнасын кішкене. Қуырылып жатыр. Қуырылып болды. Енді қазір сарымсағын салайық. Жуасын салайық. Сәбіз. Картопты саламыз. Сол. Енді қуырылсын. Картопы несі қуырылып неғылсын. Көк жуа саламыз. Сельдерей саламыз. Бәрі қуырылады. Шегіміз пісті. Міне. Кішкене картоп салдық, дәм неғыз жеу келсін деп. Майын қырамыз. Енді түсіріп аламыз. Міне түсіріп аламыз. Міне шегіміз пісті. Қуырылды, әуелі суға не қылдық, пісірдік. Содан кейін қуырдық. Майлы болды. Көреміз енді. Дәмі көрейік.
Мен қаспен жеймін. Ал, көрейік. Қалай болды екен? Картобы керемет. Сабыз да пісті. Иә, бісміллә. Дозда тамаша. Әдемі жұмсақ тамаша. Майы бәрі шыққан. Қуырылып әдемі болып пісіпті. Жақсы дәмді. Жас ет прям. Ет сияқты, құрдақ сияқты болыпты. Өте дәмді. Тамаша. Шекпі осындай шек. Шекті қуырып жеңіздер. Осылай көрсетіңіздер. Ай көріңіздер жеп. Мен мына қойдың тоқшығы жуып, бәрін маринаттап, әдемі қылып алдық. Сосын қазанға пісірдік. Одан қуырдық. Ішінің майы түгел шықты. Шылқылаған. Не болды? Қуырдақ болды дедім. Настай қуырдақ болыпты өзі, ойламаған жерден. Тәтті, дәмді. Тұзы да бәрі де әдемі. Мынаны көрсіз ме? Әдемі жұмсақ болып тамаша. Оны суға пісірсе, бір жеп қатты да мынау қараңызшы қандай. Әдемі болған, тамаша. Күшті. Шекпі осылай істеңіздер. Қой сойғанда шекпі болдың. Өте дәмді, мен бір шері жеп жатырмын. Дәмді, Света да жеп жатыр. Иісі бар ма? Иісі де жоқ. Иісі де жоқ. Дәмі қандай керемет, дәмді. Тамаша. Мынау немен су прям үлкетіпті да. Өте дәмді болған, әдемі. Өзімізге ұнады. Тамаша. Міне майынан прям ішіне май шығып жатыр. Міне, ішіндегі май шығып жатыр. Біздің каналға жазылыңыздар, осылай неше түрлі тағамдарды көрсін. Міне шекті көрсеттік сіздерге. Шекті де осылай бір тағам қылып істеуге болады екен. Рахмет қарағандарыңызға. Біздің каналға жазылыңыздар. Қарап отырыңыздар. Біз риза боламыз. Бөлісіңіздер таныстарыңызбен, туыстарыңызбен, құдаларыңызбен. Менің замандастарым, жазылыңыздар, қараңыздар. Менің істеп жатқанымды, менің замандастарымның бәрі біледі. Жастар ғой білмейтін, ал біздің қатардың бәрі біледі ғой бұның бәрін. Жалғыз мен істеп жатқан жоқ, бүкіл үлкен кісілердің бәрі біледі. Қазақтардың бәрі біледі. Жастар енді біле қоймайды, жастарға сол үшін көрсетіп жатырмыз. Көрсін, не қылсын деп. Рахмет қарағандарыңызға. Бақытты болыңдар балалар.